Армысыздар, құрметті көрермен. Сіздермен бірге таңғы шай жобасы. Халқымызда шай үстінде отырып кеңес құру деген сөз бар. Сол секілді біз де бүгінгі таңымызда тек әңгімемен емес, ұлттық тәрбие атты ұлы істі талқылаудан бастамақпыз. Ал бүгінгі біздің қонағымыз Махамбетқұлов Сансызбай Бертайұлы. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Көрермендерге өзіңізді қысқаша таныстыра өтсеңіз. Қош көрдік, Балнұр. Жағат жерімді айтып кетті. Мен осы өңірде Бірлесенбек Қыршынды ауылында дүниеге келгем. Осы Асада мектеп бітірдім. Еңбек жолым Жамбыл аудандық Шұғыл радио газетінде басталды. Сол газетпен еңбек жолымды аяқтадым. Осыдан 3 жылдай бұрын зейнет демалысына шықтым. Одан бері де қоғамнан қол үзбей осы аудандағы бір қабырғалы істерге жаңалықтың жаршысы болайын. Осындай жақсы, мынау ең жақсы әңгіме дастархан үстінде айтылады дейді. Соған шақырғаннан кейін арнайы келіп отырмын. Көкейдегі ойды айтайық. Халықтық әңгімелерді, елдік мәселелерді қозғайық. Артымызда келе жатқан ұрпаққа бір сөз болса да айтайық деген оймен келіп отырмын. Жақсы. Ал бүгінгі біздің тақырыбымызға келсек, ұлттық тәрбие ұрпақ кепілі. Ұлттық тәрбие дегенді қалай түсінесіз? Сіздің ойыңыз қандай? Әрине, енді ол тәрбиеге байланысты ұғымдар өте көп, әсіресе біздің қайырлы қазақ халқында өте көп. Бірақ мен ойлаймын, тәрбиенің негізі түп қазығы біздің халықтық қалпымыз және ұлттық болмысымыздан бастау алады. Өйткені әр адам өз ата-анасының перзенті, содан өзінің сүріп отырған қоғамының, өз дәуірінің ұлы болып саналады. Сол себепті жастай берген тәрбие жасқайын дегендей дейді. Мына адам баласы әке шешенің жүрек жылуынан, мейірімнен жаралғаннан кейін алғашқы тәрбиені о тал бесіктен бастап сол ата-анадан алады. Және өсе келе, мен ойлаймын, бұл ұлттық тәрбиенің қалыптасу процесі ары қарай жалғасады. Біздің ұлттық салт дәстүріміз, әдет ғұрпымыз, тиымдарымыз бен ырымдарымыз, осылардың анау тұнық бастауына қанып өскен адам ұлттық тәрбиені, мен ойлаймын, өзінің тұнба қалпында, бұрынғы халықтық қалпында сақтай алады деп ойлаймын. Және бұл жерде бұған қоса, мына заманның ағымына қарай әркім, мына Абай атамыз айтып кеткен ғой, адам заттың бәрін сүй, бауырым деп. Сол айтпақшы, көпшіл болып өсу, халықшыл болып өсу, қоғамшыл болып өсу, мына өсіп келе жатқан жас азаматтың ең бірінші қасиеті болуға тиіс. Екіншіден, сол өзінің туып өскен жерінің, отанының, мекенінің тарихын, оның шежірелерін, жер суаттарын, біз қазақ айтамыз ғой, ой, біздің қазағымыз о бастан қара тастың да, қара сөздің де қадірін білген деп. Осы қасиеттер адам баласының бойына жастайынан дарыса, ол адам сол ұлттық құндылықтарды, ұлттық тәрбиені бойына сіңіріп өседі. Ондай азаматтан еш уақытта жамандық шықпайды. Бұл бір жікшілдікке, болмаса жеке басқа табынушылыққа ешқандай апармайды ондай баланы, ондай жас азаматты. Ол азаматтың ертең күні сол өзі өскен ортаға да, қоғамға да үлкен пайдасы тиеді деп ойлаймын. Және бұл жерде ата-ана бар, тәрбиешілер бар, ұстаздар бар, мынау еңбек ұжымының ортасы бар. Осының бәрінен адам өзі де байқамауы мүмкін, бірақ тәрбие алады. Сол тәрбие алу үшін осы ортаның барлығы да бір өмірлік өнеге болуға тиіс ол ортада. Содан адам өзіне нәр жинайды. Сөйтіп, ол қандай мамандықтың иесі болсын, біз айтамыз ғой, ол керемет ғалым болу, немесе ақын болу,
болмаса үлкен бір құрылысшы болу міндет емес, бірақ азамат болып қалу қай уақытта болсын міндет. Жақсы. Жаңа айта кеткеніңіздей заман ағымы. Қазіргі жастар ұлттық құндылықтардан алыстап бара жатыр деген пікір бар. Соған келісесіз бе? Енді бұл жалпылама сұрақ, негізі мен келісе алмаймын. Себебі ұлттық құндылық жойылып кетті дегенге мен келісе алмаймын. Тек бұл жердегі әңгіме, біз көбіне жастарды сын айтып, немесе кінәлап жатамыз. Мен ойлаймын, ол дұрыс емес деп. Себебі бұл тәрбиенің басында барлық тұнық күйінде болса, кейінгі мынау кеңес одағы жылдарындағы 70 жыл біздің халықтық қалпымызға кәдімгідей әсер етті. Сол себепті біз енді келіп, біздің жастарымыз тәрбиеге берік емес, сөзге тұрақты емес, немесе құндылықтарды білмейді деген пікір тумау керек. Себебі оларда тәрбиені әкеден, шешеден, атадан алып жатыр. Ал олардың бәрі кеңестік дәуірде өмір сүрді. Рас, бұл жердегі әңгіме ұлттық біздің құндылықтарымыз немесе тәрбиеміз жойылып кетті деген әңгіме емес, тек басқа арнаға бұрылып кеткені болды. Бірақ бәрібір бұл ұлттық тәрбие, мына адамның ұлтының өзі қан мен сүйектен келгеннен кейін ол ұмытылмайды еш уақытта. Тек қайта мен ойлаймын, сол кеңестік дәуірден кейін біз тәуелсіздігіміз мынау ең біздің асыл қазынамызда, құндылығымызда сол келген кезден бастап мен қайта ойлаймын, біз ұлттық құндылықтарымызды біле бастадық қайта көбірек, бұрынғыдан көрі. Себебі мен де сол кеңес кезінің бір 15 жылын көрген адаммын. Сол қоғамда жұмыс істеген адаммын. Партияның қатарында да болдық. Сол кезде байқаймын, мен оның бәрін бір жоққа шығарып жатқан жоқпын. Бірақ негізі мына дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді. Соның біз кейбір бір өнегелі, үлгілі тұстарын ұмыт қалдырдық та, соны кейінгі жастарға бере алмадық. Сол себепті бұл жерде жастарды кінәлаудан гөрі жасымыз бар, жасамысымыз бар, барлығымыз отырып, тура қазіргі бағыттан таймасақ, мен ойлаймын, қайта бұрындары қарасаңыз, қарапайым мысал келтірейін, қазақ тіліндегі әдебиеттер өте сирек еді. Біз рухани жағынан да жұтаң, бір азғындап кеткенде кездер болды. Дінімізде, тілімізде, ділімізде екінші кезекке сырылып кеткен кездер де болды. Қазір ойлаймын, қайта соның бәрі алдыңғы қатарға шықты да, біздің жастарымыз құндылықты білмейді деп айту, оған мен аузым бармайды. Қайта олар мына жаңарған, жаңа қоғамда қазіргі, жаңа Қазақстанда, енді қазір әділетті Қазақстан құрамыз деп отырмыз. Сол үлкен қоғамды, сол құрылысты құрудың барлығының құрушылары біздің жастарымыз болады, бәрібір, үлкендер емес. Сол себептен құндылықтарды олар жоғалды деп айта алмаймын. Қазір әдебиеттер де бар, барлық ақпарат құралдары бар. Одан кейін үлкендердің бәрі кеңес одағымен кетіп қалған жоқ. Оларда түпке бәрібір тамырын сақтап келді, сүйегін сақтап келді. Соны бере алса үлкендер, қазіргі өскелең ұрпақ соны жақсылап қабылдай алса, және қабылдап та жүр. Міне қазіргі біздің отырғанымыздың өзі, осы тақырыпты біз қаузап, кішкене кеңінен ой бөлісіп, осы отырғанымыздың өзі, мен ойлаймын, біздің тыңдарманымызға да, және өсіп келе жатқан ұрпағымызға да бір әйтеуір бір санасына бір сілкініс береді деген ойдамын. Сол себепті мен құндылықтарды білмейді, болмаса әлсіреп кетті деп айта алмаймын. Қайта бұл дұрыс жолға түсіп келе жатыр деп ойлаймын. Одан кейін біздегі айтатын ақыл қазіргі, мына ата, әр атадан аталы сөз, баталы сөз қалса, әкеден ақыл қалса, анадан тәрбие қалса, осы бір үш түп қазымыз бар біздің. Сол үш қасиетті біз бір қауызға біріктірсек, тарының қауызындай болса да, ол, мен ойлаймын, біздің жастар тәрбиесіне де ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуге немесе ұлықтауға болсын үлкен әсер етеді деп ойлаймын.
Жақсы. Ал жаңа заманауи демекші, қазіргі заманауи цифрлық технологиялар мен ұлттық құндылықтар бірге жүре ала ма? Оларды байланыстырып, қазақ халқына, жастарымызға құндылықтарды сіңдіру үшін қандай ой тастар едіңіз? Әрине бұл негізі ең жанды тақырып деп ойлаймын. Себебі бұрындар айтатын, бұрындар дегенім бір 40-50 жыл бұрын дейікші, біздің жас кезімізде. Онда бір қалып бар еді. Ол қалыптан шек бар. Асып кетуге болмайды, кем қалуға болмайды. Және ақпарат құралдары өте сирек етін. Ал қазір ол кезде тек қана адамдар газет оқыса, кітап оқыса, қазір бұл ақпарат алатын, немесе хабар тыңдайтын, үлкен мағлұматтар алатын ақпарат көздері өте көп қазір. Соның бірі сіз айтып отырған қазіргі заманға технология. Мен ойлаймын, бұл технологияның және ол уақытта 10 жылда, 20 жылда бір өзгерістер байқалатын. Ана қазақ айтады ғой, 50 жылда ел жаңа деп. А қазір 10 жыл, 20 жыл, 50 жыл емес, сағаттап демей қойын, тәуліктеп, айлап, жылдап қатты өзгеріске ұшырап жатыр. Себебі әлемдік, жаһандық идеология басып бара жатыр, және заманауи технология күннен күнге дамып жатыр. Соған бір жағы ілесуіміз де керек. Екінші жағы мен ойлаймын, оның ешқандай зияны жоқ. Себебі біз әңгіме сол технологияны дұрыс пайдалану. Әркіміз санамызға сіңіре алсақ, осыдан біз керектісін алайық, керексізін тастайық деген ой болса, мен ойлаймын, ол екеуі бірге де алады, және біздің қоғамды дамытуға үлкен күш береді деп ойлаймын. Технологиямен ол құндылық ертең күні біз ана арзан күлкіге, болмаса бір жеңіл құрғақ уәдеге бұрылып кетеміз деп ойламаймын. Себебі қазір жастарымыз кәдімгідей білім алып жатыр, мектепте де, жоғары оқу орындарында да. Тек енді бұл жерде жасыратын әңгіме жоқ. Мына төрт бұрышты темірге телмірген заман деп жатамыз ғой. Оның мен ойлаймын, адамның сәл денсаулығына, болмаса мынау жүйке жүйесіне кәдімгідей зияны бар деп ойлаймын. Бірақ сол төрт бұрышты темірді біз орнымен, жөнімен пайдалансақ, біздің құндылықтарымызды дәріптеуге, ата дәстүрімізді, қалыпты қалпымызды сақтап қалуға оның қайта көп пайдасы тиеді деп ойлаймын. Жақсы. Тәрбие тал бесіктен басталады дейміз. Ал осы ұлттық құндылықсыз тәрбиемен болашақты қалай елестете аласыз ба? Ол мен ойлаймын, бұл жерде бір жаңалық ашып, болмаса бір тереңнен ой қозғап, мен ойлаймын, қажет жоқ деп. Себебі біз егер тереңге баратын болсақ, қайта біз мынау ұлттық болмысымызды, өтіп кеткен ғасырлар қойнауында жатқан тарихымызды түгендеуіміз керек. Ал оны түгендеу үшін, бір керемет білім алу үшін біз бәрібір технологияға сүйенеміз, одан кейін құндылықтарымызға сүйенеміз. Мен ойлаймын, әр адам өзінің ұлттық құндылығын, халықтық дәстүрлерін сақтауға ниет ету, ойлаймын, бұл жерде ниет ету мен сананы сергіту. Осы екі мәселе болса, біз ешқандай бір теріс жолға, болмаса бір бөтен бағытқа кетіп бара жатырмыз деп ойламаймын. Қайта мен ойлаймын, біздің болашағымыз бәрі бұлыңғыр болмайды, көлеңкелі де болмайды, күнгейлі болады. Одан кейін мына күннің нұрынан тек қана біз кір іздемей нұр іздейтін боламыз. Одан кейін мына даналарымыз да бар, қарттарымыз бар, небір зиялы қауым бар. Жастардың арасында да өте терең білімді, терең ойлы, озық ойлы азаматтарымыз бар. Осы адамдар тұрғанда мен біздің ұлттық құндылықтарымыздың келешегі, біздің жалпы қазақ ұлтының келешегі бұлыңғыр, болмаса бір жүйесіз, болмаса мағынасыз болады деп ойламаймын. Қайта жақсы күндер күтіп тұр деп ойлаймын. Рахмет аға. Осылай терең мағыналы, ойлы сөздеріңізбен бөлісіп ақыл кеңесін айтқаныңыз үшін, уақыт бөліп келгеніңіз үшін алғыс білдіреміз.
Енді өзіңіздің көрген білгеніңізбен жастарға қысқаша ақыл кеңесіңізді айта кетсеңіз. Енді бұл жерде мен бір ақыл көсіп, болмаса көсемсіп қажеті жоқ. Себебі бұл өмір деген кәдімгі адамдардың тіршілік жасауы ғой былайша. Бұл үлкен бар, кіші бар. Бұл жерде үлкен бір терең ой айтудың, ақыл айтудың қажетті жоқ деп ойлаймын. Бірақ мен өз басымнан білетінім, мына еңбек деген адамның еңсесін тіктейді. Білім мынау жарқын болашаққа апарады. Мен ойлаймын, осы еңбек пен білімді қатар алып жүрсек, мына бойымыздағы бар қасиетті осы қоғамның мүдде үшін, халқымыздың болашағы үшін адалынан арнайтын болсақ, бізді абырой да, атақ та, бедел де, жақсылық та өздері іздеп келеді деп ойлаймын. Сондай жағдайда біздің жастарымыз мынау бойына бір сіңірген дүниені ол еш уақытта ол сыртқа шығып кетпейді. Ол оның ойында қалады. Ол кейін қартаң тартқан кезінде де ол қайта оның ойы дами береді, және адам кемелдене береді. Сол себепті жастарға айтарым, сол абыройды біреуден іздеп те, сұрап та, қалап та алып келу жоқ. Жаңағыдай білім мен ғылымға, еңбекке, одан кейін мынау адал өмір сүруге бейімдел алсақ, сол абыройдың да, атақтың да бәрі бізді іздеп келеді. Соған қарай айтатыным жастарға: абыройлы болыңыздар, білімді болыңыздар, еңбекқор болыңыздар. Ешкімді бір жақсылықтан айырмасын. Әр отбасының, жаңа біз ата-ананы да айттық, әке-шешені айттық, ұл-қыздарды айттық. Солар тұрып жатқан осындай міне қазір бізде бір шуақта бір біздің шаңырағымызда қазақтың мына құдірет қонған, қасиет қонған үйінде отырмыз қазір. Соған қарай айтарым, сол әр үйдің шаңырағына шаттық келсін, босағасына бақ үйірілсін, бір жақсы күндерде жолығайық. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің жобамыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі әңгімеміз сіздердің жүректеріңізден орын тапты деген ойдамыз. Тәрбие тек мектеп немесе ата-анаға ғана міндетті емес. Ол баршамыздың жауапкершілігімізде. Балаларымыздан ұлттық құндылықтың иісі аңқып тұру үшін барлығымыз бірге атсалысайық. Келесі кездескенше, амандықта жүздескенше, сау саламатта болыңыздар.